Біз жетістіктер, жеңістер, рекордтар жайлы айтамыз, ең үлкендер немесе ең нәзік және кішкентайлар туралы. Ортақ отанымыз Қазақстанда болып жатқан үздік оқиғалар барысын біздің рекордтар кітабынан көресіздер. Мына шыңды бағындыру үшін қалың қалтамен қатар өте қалың киімде қажет. Сондай-ақ рұқсат қағазы болуы шарт. Бұл рекордтар кітабы бағдарламасы бүгін қысқа және нұсқа Хан Тәңірі шыңы туралы. Хан Тәңірі шыңы бірнеше рекордтар орнатқан. Біріншіден, бұл еліміздегі ең биік тау шыңы. Шарбасы 6995 метр. Салыстырмалы түрде айтсақ, бұл 72 бәйтеректің бойымен тең, 18 дана Empire State Building немесе 388 5 қабат үйлермен өлшеуге болады. Мұнша қашықты жазық жерде жүріп өту үшін 1 сағаттан астам уақыт қажет. Ал тауға өрмелеу аса күрделі іс. Климатқа бейімделуді есепке алғанда оған 16 күн кетеді. Тұңғыш рет бұл шың жайлы осыдан 1200 жыл бұрын Қытай қолжазбаларында жазылған. Алғаш рет бұл шыңға Михаил Погребецкий, Борис Тюрин және Франц Зауберер шыққан. Бұл оқиға 1931 жылы орын алған. Экспедицияны қарулы жасақ қорғаған. Ол замандарда қарақшылық тау шатқалдарында басты қауіп болған. Жол бағытын жоспарлау ісі Погребецкийге оңайға соқпаған. Дайындық жұмыстарының өзі 2 жылға созылған. Жиһанкездер алдымен таудың оңтүстік Инелчек мұздығы арқылы Чапаев шыңына жетіп, кейін Хан Тәңірінің батыс бетін бойлай жүріп, оңтүстік батыс бөктерімен жоғары өрмелейді. 11 қыркүйек күні үшеуі де ең биік нүктеге көтеріледі. Хан Тәңіріне қызығатын ғалымдар ғана емес. Мәселен, ТМД-да алғаш рет әлемнің ең биік 14 шыңын бағындырған қазақстандық альпинист Денис Урубка бұл тауды өзінің жаттығу алаңына айналдырған. Ол бұл арада Гималай сапарына дайындалған. Спортсмен еліміздің ең биік шыңына шамамен 10 рет шығып, өзіндік рекорд орнатқан. Ол аз десеңіз, Урубка 2000 жылы Хан Тәңіріне жылдам жетуден де үздік көрсеткішке қол жеткізген. 4000 метр биіктіктегі қосыннан шыңға дейінгі қашықтықты Денис 7 сағат 40 минутта бағындырған. Сонымен қатар рекордты шыңға өрмелеу үшін сізге шыдамдылық және зор денсаулық керек. Әрине, әменіңізде әжептәуір ақша болғаны жөн. Альпинист болып көргіңіз келсе, 375 мың теңге төлейсіз. Бұл ақшаға 12 күрте аласыз. Жылы киім ол жерде ауадай қажет. Өйткені Хан Тәңірі ең биік нүкте ғана емес, сондай-ақ ең суық орын ретінде мәлім. Жылдық орташа температура 28 градус суықтықты құрайды. Әйгілі таудың бейнесін фотосуреттер мен картиналардан өзге кей елдің ақшаларынан да көре аласыз. Мәселен, 2002 жылы Қырғызстанда Хан Тәңірі бейнеленген 100 сомдық банкнот айналымға шықты. Айта кетейік, таулардың ақшаларда бейнеленуі сирек жағдай. Бүгінге дейін Иран еліндегі ең биік нүкте 5604 метрлік сөніп қалған Демавен жанартауының суреті салынған 10 000 реалдық банкнот айналымға шықты. Түркияда жүзлеріне Арарат тауының бейнесін қондырған. Дәл осы таудың суретін Арменияның 5 бірдей банкнотасынан көре аласыз. Ал Хан Тәңірі шыңына белгілі 10 бағыттың бірімен шығуға болады. Көптеген туристер таудың етегіндегі қосынға тікұшақпен қатынайды. Ал шыңның өзін бағындыру үшін 14 күн қажет. Әдетте тауға өрмелеу жыл бойына жалғасып жатады. Алайда ең қолайлы кезең маусым, тамыз айларының аралығы. Міне, бұл тауға осындай рекорд тиесілі. Ең биік тау және ең суық мекен. Айтпақшы, әлемдік рекордтар көшін Эверест шыңы бастап тұр. Биіктігі 8848 метр. Жолаушылар тасымалдайтын ұшақтар бар жоғы 150 метр жоғарырақ ұшады. Ал жердегі ең суық жер ол Антарктидадағы шығыс станциясы болып есептелінеді. Мұндағы жылдық орташа температура 55,6 градус. Жаңа және ескі рекордтар жайлы біздің келесі бағдарламамызда көретін боласыздар. Бізді іздесеңіздер интернеттен табасыздар. Ортақ Қазақстанымызбен бірге мақтанайық.